Армысыздар, балалар. Ертегі әлеміне қош келдіңіздер. Бүгін Қобыланды батыр жыр дастанының соңғы бөлімі. Бабасының сөзімен Қобыланды шошып оянды. Қылған ісі пенденің жаппар қаққа аянды. Көзін асып жіберсе таң шымырлап атыпты. Молалар азан айтыпты, шолпан жылжып батыпты. Көзін ашып қараса, мақпалы жастың мамықты, оянып түскен қамықты талауға жұрты түскен соң, байлауға малы кеткен соң, оның біліп буырлат. Қапаланып ақсап жүр екен, бірден хабар тиген соң, ақсап жүрген буырлат. Құлындай ойнап қалыпты, белгілі төбе бел еді, әйел де болса ер еді. Қарман алған қарлыға батыр жалғыз қалған соң, майқара менен көдеге, жусан менен бетеге, шұңқыр менен өзенге түні менен ұйықтамай буырлатты жетелеп, қарлыға батыр жүр екен. Көзіне жасын мөлтілдеп, қос бүйрегі бүлкілдеп, елін дұшпан алған соң, аяғын басып жүре алмай, қарлығаның қасына азар келді бұлғылдап. Қобыланды келіп сөйледі. Жолдас болып қарлыға Алланың қатты жарлығы, жер астына бір түсер бұл пенденің барлығы. Жалғыз маған түсіпті Алланың қысым тарлығы. Жау шауыпты елімді, дұшпан басып белімді, кесіп кетті желімді. Жалған айтар демеймін жеті кәміл пірімді. Қалмақтың қана алшағыр, бүгін 3 күн болады. Бабам айтты өзіме, жылқыда құмай аламын, атадан жалғыз баламын, көмек берер демеймін, саймұрат қараман. Әйелде болсақ қатар ең, мұңымды саған саламын. Рұқсат берсең қарлыға, көмегі жоқ соңымда, жалғызда басым барамын. Қарлыға сонда сөйлейді. Ерлер сасал болар ма? Етегін басар болар ма? Үмметінен пайғамбар, дінсіздер қашып болар ма? Әуелі Құдай қорғаным, қас жаратқан Құдайым, бөлініп еді шыққан соң, сіз болар ма деп едім. Тәңір қосқан жұбайым, өзім сізден қалған соң, мұныма жеймін уайым. Сізбенен дос болып, өз елімнен қас болып, сөйтіп шыққан сорлы едім. Артық туған сұлтаным, бір шыбындай жанымды, сенен бір несін аяйын. Қайғы ішіп қан қоспай, запыран ішіп май жұтпай, бүгінген елге кете гөр, шабылған елге жете гөр. Асқар бер болса, қарыман сынды құрдасын, жаны ашыған ер болса, жинап алып артынан тап 3 күнде барайын. Жанына байлап болатты, басына асыл жалатты. Сүйіп мінген бурылдың жел тимеген сауырын, күн тиген бауырын, қамшымен ұрып қанатты. Тайбұрыл аттың маңдайын қараспай тауға қаратты. Қаратып тауға шу дейді, атылған бурыл гулейді. Тау менен тасты көрмеді, құлақтың түбі терледі. Тер шыққан соң көріледі, көлденең жатқан көк тасты, тептен тиген тұяғы саз балшықтай иіледі. Ертең шапқан Қобыланды, кешке дейін шабады, бара алмады еліне, жете алмады жеріне. Таң мезгілі жеткенде, шолпан жұлдыз батқанда, есіктің алды ағынды, бола жазды шығынды, шығынды демей немене екпіндеп, шапқан тайбурыл ет бетінен жығылды. Жылап тұрып Қобыланды жерге қолын салады, жерді сипап қарады. Ертеңгі таң атыпты, бұйырған дәмін татыпты. Жазғы мал демесең, адамның ақылы артықты. Ел барында құртқаның 2 мезгіл жем берген, жанынан тең көрген, алтыннан соққан албарға бурыл құлап жатыпты. Таң ата Қобыланды қараса, жұрты жатыр, елі жоқ, батпағы жатыр, көлі жоқ, сандалып жүрген бала жоқ, табанына тиді шоқ, жанды қарап бірі де жоқ. Балта кескен мұртына, сүйексіз тілін бел
Қылды сәске мезгіл болғанда шауып келді қолланды, бұлаңдаған қорқаның отауын тіккен жұртына. Қылыш сала байланып, жұртын жүрді айналып, естің алды ойынды орта-ортасы көбінгі томпайға мынау күлме деп, найзаны күлге салады, аударып күлді қарады, жаяменен жал екен, шекер менен бал екен, өзін қалмақ алғанда, басынып қолдан қалғанда батыры бұдан кез келсе қарны ашып келер деп, қаны қасып жүрер деп көмген екен жұртына бір табадай нан екен, бұйырған осы ғой, азды көпті жиған деп, нанның түбі иман деп, шетінен тістеп алды, қоржынға батыр салады. Бурыл атқа шу деді, ет бетінен құлады, сонда тұрлық қобланды алтын ерге сүйеніп өксіп жылады. Тұлпардан туған бурылым, сен не айырдың анаңнан, сен не айырылдың анаңнан, мен де айырылдым анамнан. Және айырылдым қарлыға бір туған бауырым, қарағым бурыл әлемнен, адаспай шауып жолменен, өкпе бауыр жалменен туған болды шаңменен. Ауылға барған кезінде құртқа түссе қолыма, суартамын балменен, сипатамын шырағым ақ сүңгідей қолыменен. Қобылекін сонда су деді, су дегенде гүлдейді, ерте шапқан қолланды, кешке дейін шабады, шапса да елге жете алмай іңір болып барады. Естің алды ағынды, бұлы жазды шығында болмай немене, екпіндеп шыққан тайбурыл ет бетінен жығылды. Жерге қолын салады, жерді сипап қарады. Аллаға қанша жазықты батыр, бұл кезде болса аты арса, қарнасы болсын депті. Атқа жем өзіне қылсын азықты, тұлпардан туған бурылдың астынан тауып алыпты. Алтын қазық бес бүктеп ат қоржынына салыпты. Таң мезгілі болғанда алшағырдай қалаға қобланды жетіп келеді. Қолыма алдым найза деп шерменде болған қалқымы, тегізем пайда деп таң атқанда қобланды шаһарды үш айналды, енуге есік қайда деп, бір шетіне өткенде мүсіндеу, жерге жеткенде жылқыда қумай Алланы, атадан тақ баланы, күнде қойға барғанда жалғызым деп тоқтар шал жоқтаушы еді баланы. Бүгін тағы зарлаған жас қозыдай маңыраған, саулығы інгендей аңыраған, уай балам деп сарнаған тоқтар шалдың дауысы сыртта жүрген қобландының құлағына жарып барады. Сонда қобланды тыңдап тұра қалды да, 90-да атасының қобландыны жоқтап зарлаған екен. Тоқтар шал сонда сөйлейді, жадына алып Құдайды, келеді түйем ішінде бурадайын айдынды, жалғызым сенен айрылдым, Омар менен Оспанға ішім толды пішәмәнға. Ай мүйізді қошқардай қозым сенен айрылдым, қолымнан құт кетті енді, құтым қобланды айрылдым, қайыңғы біткен жапырақ. Құлан шабар шоқырақ, бұл бейнетті көргенше неге өлмедім мен шынақ, өлгенде мені кім көмсін, тілеп алған қозым жоқ, кім салады маған топырақ. Балтам тасқа өтпейді, ауырған жерім бітпейді, күнде ал деймін Құдайға, мезгілсіз аса жетпейді, күн ыстықта қой бағып, маңдайымнан тер ағып, бұтымда жоқ ыжданым кендірден киген кебене, бұтыма тартсам жетпейді. Бүгін айдың нешесі, ай қараңғы кешесі, 60-ға келген аналық енді оянып жылайды. Қобландының шешесі, өріп едім жібекті, құлан тастар тезекті, сырағымды жоқтайын, шаршағам жерде тоқтайын, жан қосағым тоқтар шал, беріңіз маған кезекті. Алтын бесік иісім, күміс еді киісім, біреу жоқ күмістің жастан қосқан білесім, ойнау менен күлісім,
Жағысымның барында кегейіп еді өрісім, қондырып еді өзіме бұл дүниенің бейішін. Түн ортасы болғанда шығым жақтан жел соқты, жаңылмасам деп едім, шырағым мінген астына Тайбурыл аттың желісін. Омар мені Османға ішім толды дұшманға, шырағымның жоғында пенде болды дұшманға, жан қосағым тоқтар сал, разымын тәңірге, мені саған қосқанға, көзіңді сал аспанға, төткілдеп соққан төбемнен, шырағым шыққан денемнен, жаз болса шығар күн жаққа, қыс болса шығар жел жаққа. Бабасы берген шырақтың бұлты келді төбемнен, қарағай садақ 40 кез оқ, балдағы алтын белге тоқ, бұлты келді өзі жоқ, бұлтын көріп көңілім тоқ. Қолланды сонда сөйлейді, қарлыға сонда сөйлейді, қасіретті жан шеше, көкеме бүгін түс көрдім, бүгін емес мен кеше, адыра қалған ай балта тасқа тиіп кетілді, қайырсам тағы жетілді, тәңірі аямас болар ма бізде сорлы жетімді, мойнымда көк моншақ бармақ басым, жауһардан жете алмадым, Тайбурыл ақ сауыттың ауырдан, қалмақтың қаны алшағыр, мал алмас еді ауылдан. Бүгін күн түсімде өзімнен бабам ішінде, бұл заманда жан бар ма, Қобылекеңді пішінде қазанның сырлы қаласын жалғыз алып жүреді, сарт болмаса пірлерім, ықылас атты шаш әзиз, аян беріп жүреді, аюдайын ақырып, қараманды шақырып, қасына енді келген соң қатын деген бір сөзді бетіне соғып жүреді, қысқаға ұзын жалғатып, Тайбурыл атты ойнатып, қазанды шауып, жоқтан етіп, көп қосынға Қобылекең олжа салып жүреді. Енді құртқа сөйлейді, аспаннан ай түстірдім, қордың қызын қосырдым, ойпаң жерге ор қаздым, ақсұңқар құсқа тор жаздым, шырағым түзде мен үйде жарғабында қылғандай, бейбі Фатима не жаздым, биік таудың жалғасы, бауырындай ойнар қолжасы, әр пендеге бітер ме сұлтанымның толғасы, тәңірі неден жаратты төмен етек ұрғашы аламын деп қайнайды, діні жаман болмашы, шырағым сүйген аруы денем, болама жаудың олжасы. Құлыны өлген құлыққа тай телеген бар мекен, ботасы өлген түйеге нар телеген бар мекен, сұлтаным түзде мен үйде аңсұңқар құстың орнына қарға қонған бар мекен. Танығансың дауысын жалтырады, көңілдің қадысын тілеп алар барады, ал шағырдың қанының сатыны тілеп алады, сатыны тамға салады, сатыға шығып өрмелеп жан жағына қарады, қобыланды мен буырылды, құртқаның көзі шалады. Сонда құртқа сөйлейді, әуелі Аллахамым, атса мылтық өткізбес, үстінде далдан қалқаның күнім туды, Құдай-ау, дұшпан іздеп жол кешкен келген екен сұлтаным, қайтып келіп қонар ма, ұшып кеткен сұңқарым. Енді Қобыландыны көрген соң құртқаның балқымаған жері қалмай, аққан судай көңілі тасып, аяғын жылдамырақ басып, алшағар қанға айтқаны. Құртқаны сондай сөйлейді. Сөйлегенде не дейді? Елімді шапқан алшағыр, сөзіме құлақ сал шағыр, сақтаған сен итке, бір тәңірдің бар шығар, мінгенде атым кермеді, кекілден аққан термеді, әкелдің де қамадың, жарық сәуле көрмедім,
Құртқа шығып, бой жазып, далаға шықсын демедің. Рұқсатсыз берсің, ал шағыр, ала қапты алайын, беліме арқан шалайын, тезек теріп, бой жазып, далаға таман барайын. Аянбасаң алшағыр, екі құлмен екі күн боқташыңды сал, шағыр теремін деп тезекті сәске мезгіл болғанда шаһардан шығып барады. Бақташы қасында екі құлмен екі күн құртқа менен бесеуі ақылдаса қалады, сөзіне құлақ салады. Көрінім жер барғанда келді бір сай басына, отырды құртқа қасына, отырып бір сөз бастады. Күнменен құлдар қостады, бір күн менен бір құлды осы сайдың басында ойнай бер деп тастады. Күнді құлды ұстады, болғай бола ғой деп қыстады. Күн менен құл қалған соң, бойын жасып алған соң, тақырға тұрған құл қақ сөйлеген ғазиз тілмен жақ, патшалар мінген алтын тақ, ала қапты төрт бүктеп, жүкті қатын секілді ішіне тығып, құртқазан қобыландыны сынамақ қыл қобызға жақындап. Қарағайдан шайырлы үлкен кіші жамағат, тіріде қайыр бермеген, ғибадат жүзін көрмеген, бұл дүниеден өткенде, ақыретке жеткенде белгісіз бе байырды. Мынау шарбақ осы деп, иә болмаса тұсы деп, бұл шарбаққа байлаған терек басын шайнаған шығыршық атып ойнаған бурылды құртқа көрітті. Құртқа жанды көрген соң, тұлпырдан туған тай бурыл теректегі шылбырды жұлып ала жөнелді. Бурылды құртқа көрген соң, омырауды 10 түйме құртқа ақтып жіберді. Есіктің алды ағынды бола жазды шығынды болмай не қылсын. Сағынып келген бурыл ат қолтығынан қорқаның тұмсығын тығып жығылды. Ат қасқан соң тәк-тәк деп артынан қобылан жүгірді. Ақ тоқтаған мезгілді құртқа жанды көреді. Ғашық жарын көрген соң, артоқтаған қобыланды езу тартып күледі. Қобыландыны көрген соң, бұлаңдаған құртқазан тура келіп, бейіліп, қол қусырып жиылды. Дүниеде іңкәрің бұрын жетті өзіңнен, астыңа мінген тұлпар мініп ту алған, туын қанған, суарған, кеткен жері қуарған, келген жері қуанған. Аман есен келдің бе, жұрт иесі сұңқарым, сақтадың жаудың қаласын, дұшпанның мініп аласын, қалмақтың жетіп шынасын. Қасіретті қылған данышпан, әлде қандай боласың, үкімменен жинадыр қауырдың дұшпан баласын. Онда қобылан сөйлейді. Күлме құртқа қой дейді, кетті заман баяғы, кім ұстамас жылқыны, қырға қашқан саяғын, бірді тапта мыңды тап, көріп келдім бұл жолда жалғыздықтың азабын. Омса болмас баяғы, адам болып ер жетсе, өзімнің соғар таяғым. Қобылекең кеңлік бастайды, кетігін құртқа қостайды. Тұл болсын деп ақ қапты көзінше алып тастайды. Қап екенін біледі, езу тартып күледі. Ауыз айтса да Қобылекең іші қимай түреді. Құртқаны қолдан жетелеп, қасындағы тоғайға қобыланды алып жөнелді. Құртқа сонда сөйлейді, көптен дамыл көрмеген, көмбесті болған ер едің, аз кем күнге шыдаңыз, тайболдың ойнаттың, дұшпанның көп, досын аз, сұлтанның бұзба қайратын. Айдың көлдің бетінде ойнаған балық шығады жазғы судың шетінде. Ертеңгі күн сұлтаным, жұрт қолына тигенде, біреуменен ұрыссаң, біреуінен керіссең, әзілдесіп күліссең, жамандардың тілашшы қадір білмес, кей жаман ата-анасын танымай, қатынын көрген қобыланды деп кінә қылар бетіңе. Сонда қобылан сөйлейді, асып туған қыз құртқа әйел болдың, амал жоқ,
Әгәр ергек болғанда, болар ең тұтқа бір жұртқа төрт күлдеп соққан төбедей, алтыннан соққан жебедей, сағындырған жарым сен едің, сонша күн жол шегіп. Абдыра азат көп көріп, сағынған жұфтым сен едің, құдай қосса шырағым ертең бұрыл мінейін, белме семсер ілейін, қасам жеткен күн болса ата менен анадан құрбандық болсын өлейін, иә болмаса тәңірге жүгініс етіп көрейін, байқамас па ең деуші едім, әсіре қыпшақ баласын өткен дерлер шамасын. Құртқа кейін кеткенде, шаһарға барып жеткенде, күніммен құлға жүр дейді. Тұрайын десе күң менен құл, ойындарын қимайды, еркіне құртқа қоймайды, күніменен құлын жинайды, ертіп алып қызғұртқа. Құлдарыменен келген соң, қалаға құртқа енген соң, шұбалаңдап шаң шықты, қаңғыр көңгір даң шықты, немене шаң деп қараса саулы үнгендей, аңқылдап күшігендей, саңқылдап алтын күмбез дулыға шекесінде жылтылдап, ақмоншақ аттың астында қарлыға келді сылқылдап, қарлығаның соңынан сайым мұғылы қараман. Ода келді бұлқылдап, бұл қараман сонан есіктің алдында балдырған, нам пісірген тандырға, Қызылбастың көңілін қалдырған, Қызылбастың жұртынан Мыштай деген шаһардан Тоғыбалат, Тасболат бұрынғы үш ағасын бірдей қырып салдырған, сонжар қатар заты бар, жіңішке жирен аты бар, Аллаға жеткен даты бар, балалы таудай барады орақ, қосын салған мырзалық, айдында орақ, айды орақ, айбалтасы қанды орақ, Қобыландының елдерін қалмақ алды деген соң, келген екен бұл орақ, торға емес тосылып, ақбөкендей жосылып, Қараман менен қарлыға аты шыққан орақ жан, Қобыландыдай батырға үшеуі келіп қосылды. Бұлар тұра тұрсын. Алшағыр ханның шешесі бар еді. Денелі зор кісі еді. Миясөк домбыра қоқ. Аузы үңгірдей, мұрны пештей, көзі көрдей, сиқы адам, құсарлық жаман қатын еді. Құрма тастап балашты. Қобыланды орақтардың келгенін біліп, баласы Алшағырға сөйледі. Мінгенде атым қылаша, бидай өңді құбаша, құбаған мұрын қой көзді, ұзын бойлы, нұр жүзді, сымбат бойлы, дембелше, алтын қамзал жеңдіше, бейне Қобылан секілді, келді бала тұр сана, Қобыландының артынан, сүйек біздікі ет бөтен, көбіктінің қызы қарлыға, ода келгенге ұқсайды, жалғыз балам тұр сана, әуелі тартқан иегі, ұстаған садақ білегі, 3 ай 90 болғанда шешілер, қошқар күйегі, 10 жыл болды, Қобыландының қайдан келсін сүйегі. Тағы кемпір сөйлейді, май жүзінде тор тамын, Қобыланды деп қорқамын, атаң мінген алтын тақ, сол мінет деп қорқамын, ойран болар жұртыңның басынан ұшып, аруақ атаңның жиған байтақ ел бүлінер деп қорқамын, торы атқанда оқ өтпей, сол кердіп қорқамын, емпек жүгірген, еңкейе басып бүгілген, ертеден салса түске озған, ертеден шапқан кешкі озған, томаға көзді қасқа азбан, сол мінер деп қорқамын, менің өзім нашармын, кілттің аузын ашармын, күнікейдей кекті қыз, түнікейдей текті қыз, екі қызымды алармын, тіл демесін қайтейін, бас сауға қылып қашармын.
екі қызды алды, көмесіне салды. Кемпір қашып барады. Көбіктінің қызы Қарлыға қиядан көзі салды да қасына жақын барды да екі қызды ұрлап алады. Арбадан қызын аман деп кемпір кетіп барады. Сол уақытта Қараман мұны көзі көреді. Қасына жақын келеді, келіп те сөйлей береді. Екі қызы бар дейді. Қарлыға сонда сөйлейді. Япыр-ау, енді не деймін? Байтқалы келіп пе едім? Қияқтың жаман кедейін, өзімнің басым сауғадан құтыла алмай тұрғанда мен кімге сауға берейін? Қараман сонда сөйлейді. Мұсылманға мәз аттыр, қызылбасқа оқ аттыр, екі қызды бер маған. Тіпті сені алмаймын, өз басыңа азат түр. Енді Қарлыға екі қызды Қараманға беріп, өзі басын босатып алады. Бұл қосыннан екі кісісі орақ екен. Қосының ең кісісі орақ екен. Қараман ораққа айтады: мына екі қызды қара көз айым жеңгеңе апарып бер. Ешкімге көрсетпесін. Әгер көрсетсе, мен ол жеңгеңді талақ қыламын деп айтты дейді. Орақ батыр екі қызды алып барып, қатынға тапсырып, Қараманның сөзін айтып, қайтадан бұларға келіп шықты. Орақ батыр келген соң, бірі көрген соң, бұлар енді ат қойды, жылқыда құмай алғанай, ер жігітке мал біткен шыбын жаны қинамай, ата менен анаға әсіре қыпшақ балаға жатқаннан соң, байлауда қобылекең жалғыз ат қойды. Күн шығуға қарамай қалаға еніп ақырды. Нар түйедей бақырды, сыйынып бірін шақырды. Атың шықты, ал шығыр, сөзіме құлақ сал шағыр. Менің атым Қобыланды, әбден ұғып ал шағыр. Оқ өтпесе тонды киген соң, қарға сүңгі ілген соң, қара қасқа ат мінген, ат құйрығын шарт түйген. Ал шағыр шықты қаладан, түлкідей көзін жайнатып, астына мінген тұлпары ауыздығын шайнаған, қолындағы найзасы қара түске тигенде қарс сүйен бойлаған Қобылекең шықты бұл жақтан. Тайбұрыл атын ойнатып, жайықтан бойы қамысты қараспай, тау алысты бермейміз деп намысты. Ал шағырменен Қобыланды қарсыласып, қағысты емен найза салысты. Найза қанға майысты, ат тізесін бүгісе тұрысты. Қобыланды сымды батырдың от жағалды ұртынан. Сәске мезгіл болғанда жұлмаланып жоқ болды қара қасқа аттың сыртынан. Ал шағырды құлатты, жерге мықтап сұлатты. Бедеу аттың тағасы, қамысты көлдің жағасы. Құртқамен алған сапарда өлтіріп еді Қобыланды 40 кез қызыл ердің баласы. Ағанаспенен Тоғанас жаңа шықты қаладан. Келісіменен Ағанас Қобыландыға салды найзаны, қызыл басқа тигізіп осы жерге пайданы. Ағанас сондай жас бала, қарайтын мол масқара, көңілге кінә болмаса Қобыландының бөксесін қисайтып кетіп барады. Сол уақытта Қарлыға қиядан көзі көреді. Қарлыға да ереді, шауып келіп Ағанастай баланы алып тастап жөнелді. Атқа түзеліп мінген соң, Тоғанастай баланы Қобыланды екен алып тастады. Қазан басты Қарадәу шығып еді қаладан, орақ алып тастады. Жүзден тайлақ батыр шығып еді қаладан, Қараман алып тастады. Берен тонның жағасы, Көбікті қанның баласы, Көгалы атты бір шымбай Қарлығаның бір шанышты. Қараманды бір шанышты үміт қылды тағы да. Орақ сынды батырдан болар емес, бір шымбай сауыты мықты болған соң шығарып алып, Қарлыға Қараман менен орақты асқар белдейді. Белден асқан елдейді. Бола қалмас сіздерге, Қобыланды батыр болмаса, сіздер кейін тұр дейді. Есебін тауып амалдап өлтіремін мен дейді. Қарлыға айтты:
Әкем көбіктінің күші менен 1000 батпан артық. Ал Бершімбайдың күші 1 батпан артық. Үстімдегі ақ сауытты өзім қолдан соғып жасап едім. Атсам мылтық шаппайды. Қылыш соқсаң найза өтпейді. Оған жалғыз інім болған соң, Құдайдан болмас, пендеден қаза болмасын деп соғып едім. Өзім амалын ебін тауып өлтірейін, әйтпесе сендерге болмас дейді. Бершімбайға шауып жөнелді. Қасына жақын келіп жылай берді. Ойбай, менің жалғыз інім, қайда жүредің? Әкең көбікті өлтіріп, мені ұстап әкелді. Құдай жалғызға кез келтір деп едім, Құдай тілегімді берді, деп бетінен шашын жайып жылай берді. Сонда Бершімбай: ойбай, апа, сен бе едің? Мен танымадым, өзіме жақын кел дейді. Қасына жақын келген соң апасы жылайды. Ойбай, қарағым, менің ауыр науқас әлім бар. Мені бір көз көрмес жерге алып бар дейді. Пәлен жерде бір таудың үңгірін көріп едім. Соған жүр дейді апасы. Шырағым, сен алға жүр дейді. Нәзірі арман болған еді. Түсте мақпал көрпедей қарлығасын құрғысын. Бершімбайдың артынан найзасын салды желкеден. Жан апа деп жылапты. Бершімбайды аттан құлатты. Жан апасы құрсын, өтірік емес, расты. Бұл Бершімбай өлген соң бас бақты сарлы танадан, қалмады қатын баладан. Пенде болған көк қыпшақ қобыландыны қамал бұзған соң шулап шықты далаға. Ақ бөкен аңдай жосылды. Тоқтарбай қобылдыға қосылды. Алпыстағы аналық қарындасы Қарлыға алған жары қыз құртқа пенде болды көп қыпшақ. Балаға екен қосылды. Алшағырдың шаһарын жалғыз жүріп шабады. Адаспай қобылдан табады. Байлар мінер дөненді, жарлы мінер көбенді. Байдың қызы жамылар масатыдай беренді. Пенде болған көп қыпшақ олжа малға кенеліп, қара қыпшақ елдері Қараспан тауға бел алып, ырғытып аттан жөнелді. Белгілі болды еліне, семсер болды беліне, нам пісірді деміне. Келмеді дұшпан шебіне. 3 ай 90 болғанда келді қыпшақ жиылып, бөлініп көшкен жеріне. Пенде болған елдердің сірә қыпшақ баласы олжа малға толады. Қараспан таудың арасы Қобылекең сынды батырдың тайбурыл атпенен желеді. Ел қонаға келеді. Жағалай елді қоныпты. Ел жағалай қонған соң, салаға малда толған соң, басым екеу болсын деп қарындасын қобыланды орақ ерге беріпті. Қонған жері жыңғылды, құмырсқабел, талма бой. Қарлығаны ұзатып батыр қобылан тойқылы бір-біріне қосылып жібек болып есілді. 2 аян көсілді, мұратына жетіп, сөйтіп дәурен өтіпті. Иманды қол көтеріп пайғамбар жатқан Меккесін жарлы тігер кеппесін. 30 күнде ойын қып, 40 күнде тойын қып, 90 қатын жеңге боп, бұлаңдаған қортқаны қасына алып келеді. Бірін бірі көреді. Тойына сойған секілді ешкі малдың текесін. Қыз құртқаның бұл жерде батырға қиды некесін. Құртқа жатты қасында қосылған деген осы ма бұйырғанын көрсетіп, сүйіп алған досының айларынан ай өткен 9 ай 9 күнде сұлу құртқа толғатып толғағы болды. Тым қатты дүниеге жар қылып бала келді. Сымбатты құндақтап алды баланы. Тойына сойды аланы. Үлкендігін баланың біл 2 қарсы болыпты. Жас баланың табаны. Тілекті берді бір Құдай. Жақсылықты тым оңай жиылып едік. Молласы атын қойды Бүкенбай.
Бөкенбай келді, бір жасқа жүгіріп бала шығады, үйде енді тұрмасқа. Бөкен келді екіге, жан шыдамас лебіне, атадан бұлда сұрайды малды бағып кетуге. Бөкен де келді 3 жасқа, артықша бала іс басқа, мықтылығы сонан біл найзасы кірді тау-тасқа. Төрт келді Бөкенбай, Қобылекеңнің көңілі жай, 5 жасына келгенде қобылан деменен болды саймасай. Бөкенбай келді 6-ға, таулар жанды жарпына, дұшпандарын мұқатып, пайдасы тиді халқына. Бөкенбай 6 жасқа келген соң, тобылғы торы атын мініп, естімшеге қосылып, мал бағып жүре береді. Ит жүгіртіп құс салады. Қобыланды қарындасы Қарлығаны орақ ерге берді. Көбіктінің қызы Қарлыған ешкім алмады. Ол бармады, жаманға ешкім бармады. 12 құлақты алтын шатыр тігіп, Қараспан тауының етегінде жата берді. Ешкім оған келмеді. Қобыланды мұны көрмеді. Бұл мұнымен жата береді. Қан Шошай деген бір ек бар екен. Қобыландыны, көбіктіні, Біршімбайды, Алшағырды және Қазанның 40 кез қызыл ерін өлтірді деген соң, 12 мың кісі алып, ақ-қара бас ту алып, аттанып, Қобыландыны өлтіріп, не өзім өліп келейін деп, Қобыландыны енді дұшпанды жеңіп хабарды жатқанда ұйқыда келіп типті. Қобыланды шошып оянып, арқанда тұрған Тайбұрылға бара алмай, сасқалап, дамбаның көйлегім деп күйіпті, бөркін етігім деп күйіпті. Сасқанның белгісі білте мылтыққа от бермей құр ата береді. Сол уақытта қыз ұртына келіп, мылтыққа от беріп, гүрс еткізіп даусы шықты. Онда қарындасы Қарлыға көкемнің мылтығының даусы мезгілсіз шықты деп оянып қасындағы ораққа бар дейді. Сол уақытта Қобыланды Тайбұрыл атқа мінеді, қарына сүңгі іледі, жау екенін біледі. Айт жануар шу дейді, шу дегенде гулейді. Ұшқан құспен жарысып, үстіне мінген Қобылекен басыменен алысып салып жетіп келеді. Бірін-бірі көреді. Бұл да айтулы ер еді. Екі батыр қосылып соғысуға келеді. Итерісіп, тұрысып, тебінгідей теріс шықты. Семсер қалды майысып, ерлер жаннан түңілді. Екеуінің ақ сауыт шыңғыр шықтан сөгілді. Әл дәрмені құрыды. Қайрат қылып Қобылекең Шошайды жерге бір ұрды. Сол уақытта мінеки Көбіктінің қызы Қарлыға Қобылекеңдей батырды өкпе қылып жүреді. Басын бірін-бірі көреді. Өш алғанда өш жоқ деп, кек алғанда кек жоқ деп, Қан Шошайдың алдында ескі кекті енді алдым нетбетінен, бір салдым ашу қыссаң, өзің біл, маған енді қылды деп, қоңынан найза салады. Сөйтіп кегін алады. Қобыланды сынды ерінің шоңқайтып аттан құлады. Сол қалпында Қарлыға шаһарға қашып барады. Орақпенен Қараман бұлар да келіп қалады. Мұны көрген Қан Шошай батыр ақырды, аруағын содай сапырды. Жекпе-жекке келсі деп батырларын шақырды. Сол уақытта Бөкенбай жылқыдан салып келеді. Қан Шошайды көреді. Бөкенбай да ереді. Қан Шошай менен екеуі жеке-жеке десісті. Жекелескен қалыпта келе найза салысты. Найза қармақ майысты. Итерісіп, тұрысып, ат тізесін бөгісе тұрысты. Тебінгідей тер қатты, қақырғанда қан қатты. Қанжығар қалды майысып, қанжар қалды майысып, семсер қалды майысып.
Сол уақытта Бөкенбай омыртқасы өспеген, қабырғасы қатпаған қан шошайды қайратты, өті айрықша масқара еңкейіп кетіп барады. Бөкенбай сынды жас бала сол уақытта бабасы жоқ, жоқ балам жоқ деп, болмас балам болмас деп, көк есегі астында, шар кітабы қойнында, өзі қақтың жолында қасына жетіп барады, аяғынан алады қан шошайдай батырды. Өлдім талдым дегенде бабасы менен Бөкенбай әрең деп жерге салады, басын кесіп алады. Сонда бабасы сөйлейді, сөйлегенде не дейді: айналайын Бөкенжан, құлағың сал сөзіме, мен айтайын өзіңе. Бұл не деген мықты ай, сыйынған бірің мен болсам екеулеп әрең жықтық-ай. Бөкен сынды жас бала әруағы асады, ағыны судай тасады, қан шошайды өлтіріп, сағатына келтіріп, талай енді дұшпанды табанына басады. Қобылекеңдей батырдың құртқа келді қасына, Көбіктінің қызы Қарлыға дұшпандық етті басына. Сүйіп алған қызы құртқа ақ дәріні алады, жараға үгіп салады. Саламаттанып, Қобылекең жазылып енді қалады. Жан-жағына көз салып шақырады баланы. Бала келді қасына: ау шырағым Бөкенжан, қайғы түсті басыма, сөзіме құлақ сал дейді. Айтқан тілімді ал дейді. Көбіктінің қызы Қарлыға саған шапшаң бар, соған шапшаң бар дейді, алып мұнда кел дейді. Бөкенбай сынды жас бала тайбұрыл атқа мінеді. Айт жануар шу дейді, шу дегенде гулейді. Әне міне дегенше салып жетіп келеді. Көбіктінің қызы Қарлыға келді, Бөкенге найзаны келіп салады. Сол уақытта Бөкенбай ашуы келіп қалады. Найзаның тоқал жағымен Бөкенбай салып қалады. Сол уақытта Қарлыға артынан аттың мініп қалады. Қарлыға сонда сөйлейді, сөйлегенде не дейді: айналайын Бөкенжан, құлағым бар өзіңе, құлағың сал сөзіме, кәрі қақпас әкеңді көрсетіп өлтір көзіме. Бөкен сынды жас бала қайратты болды масқара. Қарлығаны жетелеп, қия жерде төтелеп, Қарлығаны алып келеді. Сол уақытта Қараман 180 бас ордасын тігіп, қобыланды менен Қарлыға екеуін алдырып, бір-бірімен келістіріп сөйлестіреді. Сонда Қарлыға сөйлейді. Сөйлегенде не дейді: өзімнің әкем Көбікті сенің үшін өлтірдім. Әкемнің шықпай жатқанда басымды сауғаға, Қараманға бердің. Оны не қылайын? Еліңді жауып алғанда, қараспан құрып қалғанда, жұртың болды арманда. Төртеуміз барғанда, өзің інім Біршімбай төртпен найза салғанда, төртеуміз меңдеп қалғанда, жалғыз інім Бершімбай жан апа деп жылаттым. Бершімбайды аттан құлатып, сенің үшін қобыланды. Сонда да қадірін білмедің. Шақырып едім шатырға, сенімді сыйлап келмедің. Халі жайым сөзімді сыйлап келмедің. Қалы жайым білмедің, бір қайырылып көрмедің. Сонан саған өкпелеп, қан шошайдың алдында ескі кекті мен алдым, ет бетінен бір салдым. Қазір өлтір міне, бас көзімнен аққан міне жас дейді. Онда қобыланды сөйлейді. Сөйлегенде не дейді: өлгенше құмарын тігілген ақ торғынға бөлеген, өзің әкең Көбіктіні өлтірген. Әкеңнің жақын кім еді? Қара қапшақ қобыланды, танымайсың нең дейді. Осы тұрған қобыланды не қылғанда саған сенеді? Жалғыз інім Бершімбай жан апа деп жылаттың. Бершімбайды аттан құлаттың. Ініне жақын кім еді? Осы отырған қобыланды не қылғанда саған сенеді? Сонда кінә Қарлығаның мойнында ауып, өкіріп, жылап қоя береді. Сол уақытта жұрттың бәрі Құдайдың бұйрығы деп, Қарлығаны қобыландыға неке оқып қосты.
Сонан соң Қарлығадан бір ұл туды. Ұлдың аты Киікбай қойды. Киікбай мықты болады. Мықтылығы Бөкенбайдың оң есе артық болады. Киікбайдың жағын Бөкенбай алып келуге жарамады. Сөйтіп, бұрынғы қазақтың батырлары мұратына жетіпті. Осымен балалары біздің Қобыланды батыр бабамыз туралы аңыз ертегілеріміз аяқталды. Сау болыңыздар.